Сәлем балалар, дүниетанудың 3-ші сабағы 2-ші сынып. Тақырыбы мен және қоғам. Қоғам туралы білесің, адам мен қоғам арасындағы байланысты оқып үйренесің. Тірек сөз қоғам. Өздерің оқып аласыңдар, ал біз ол оқулықта берілген сұрақтарға жауап іздестірейік. Бірінші, қоғамды сен қалай елестетесің? Өз ойыңды әңгімелеп бер. Қоғам жалпы мағынасында мәдениеті ортақ, белгілі бір аумақта тұратын және өздерін бір тұтас, өзгеше бірлестікте білетін адамдар тобы деп ойлаймын. Бір қоғамда өмір сүретін адамдар бір-біріне көмектесу керек, бір-бірімен тығыз байланыста болулар керек. Екінші, қоғам мүшелері деп кімдерді айтамыз? Бір қоғамда бірлесіп өмір сүретін адамдарды қоғам мүшелері деп атаймыз. Балалар, сендер де бір шағын ғана қоғамның бір кішкентай бөлшегі болып саналасыңдар. Өйткені бір сыныпта оқитын балаларсыңдар. Немесе бір мектепте. Қоғамдағы адамдардың бір-бірімен байланысы қандай? Қоғамда адамдар бір-бірімен өзара келісіммен өмір сүрулері қажет. Олар сол кезде тығыз байланыста болады. Мәдениеті, басқару принциптері, қоғам сипаты мен құрылысы ортақ болуы керек. Төртінші, олар бір-біріне қандай көмек көрсете алады? Қиын кезде көмектеседі, бір-бірлеріне құрмет көрсету керек, жақсы қарым-қатынас орната білу қажет, үлкен кісілерді сыйлап, кішіге ізет көрсету керек. Бесінші, балалар, суреттегі қараңдаршы, сендер күнделікті өмірде кімдердің еңбегіне жүгінесіңдер, яғни кімдердің еңбегін пайдаланып, ол кісілер бізге не береді екен? Біздің алдымызға келіп жатқан азық-түліктер, нан, үлкен еңбекпен жасалады және өңделеді. Бағбаншылар жемістерді, көкөністерді өсіріп, күтіп баптайды. Солайша алдымызға жоғары сапалы дайын тағамдар келеді. Наубайғаншылар бидайдан түрлі ұн тағамдарын дайындап бізге жібереді. Ал автобус немесе көлік жүргізушілердің көмегімен біз бір жерден екінші жерге қатынаймыз. Үлкен кісілер жолдан жастардың қолғабысымен өтеді. Жас балалар ауыр заттарын көтеріп көмектеседі. Алтыншы, егер адам еңбек етпесе, қоғамда қандай жағдайлар орын алуы мүмкін? Бір-бірімен пікір алмасындар. Кәнеке балалар, бір мезгіл көз алдарыңа елестетіп көріңдерші, егер қоғамда адамдар ешқандай жұмыс істемесе, онда өмір қандай болар еді? Қоғам деп бірігіп еңбек ететін адамдардың жиынтығын және олардың арасына екі жақты қатынас деп айтқан болатынбыз. Қоғам деп бірігіп еңбек ететін адамдардың жиынтығын және олардың арасындағы екі жақты қатынасты айтамыз. Біріншіден, қоғам адамның өмір сүру тәсілі. Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Екіншіден, қоғам тек адамдардан ғана тұрмайды, ол сол жеке адамдардың өзара қатынасын көрсетеді. Қоғамда адамдар еңбек етпесе, онда арадағы байланыс бұзылады. Күнделікті қолданып жүрген заттарымыз болмас еді. Себебі үстіміздегі киім, үйдегі құрал жабдықтар, азық-түліктер қоғамдағы адамдардың еңбегімен жасалады. Мінекей жаңағы өзіміз айтып өткендей, осының ішіндегі адамдар, әрбір салада істейтін адамдар бір-бірімен байланыста болады екен. Қоғамдық орындарда өзін-өзі дұрыстаудың белгілі бір ережелері болады. Оларды әдептілік ережелер деп атайды. Әдептілікті ешқашанда балалар бұзбау керек. Суреттерге қара, балалар қоғамдық орындарды өздерін қалай ұстаған? Сендерде осында театрға, немесе кино көруге барғанда, автобусқа мінгенде, көшеде ойнап жүргенде қандай жағдай болады? Кәнеке бәріміз осы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші суретте кинозалда балалар шулап, басқа кино көріп отырған адамдарға кедергі жасап отыр. Осы дұрыс па? Екінші суретте қоғамдық көлікте бала әжеге орын бермеген. Үшінші суретте көшеде велосипед теуіп жүрген бала кішкентай қызды қағып кетті. Төртінші суретте машина жолдағы суды көшедегі адамға шашыратып кеткенін көреміз. Бұл іс әрекеттің барлық әдептілігі жатпайды. Әр орында, арнайы жерлерде әдептілікті сақтап, басқа кісілерге көмектесіп, қамқор болу керек. Әр адам қоғамның бір мүшесі. Кез келген қоғамның негізгі тәртібі бір-біріне деген құрмет пен сенім. Берген жағдайларды досыңмен және жұптасып ойнап көр. Бірінші, сен дүкеннен бір қорап кәмпит сатып алғың келді. Сатушыдан оны қалай сұрар едің? Сәлеметсіз бе, өтініш, маған бір қорап кәмпит бересіз бе деп сұрар едім. Екінші, кітапханашыдан саған қызықты кітап беруін өтін. Қайырлы күн, мен оқуға бір кітап алғым келіп еді. Қандай қызықты кітаптарыңыз бар?
ұсыныстарыңызды айтасыз ба? Өтініш деп өтінер едім. Үшінші, қарт адамға орныңды ұсын. Сәлеметсіз ба ата, менің орныма отырыңыз, менің орным бос деп ұсынар едім. Бұл жағдайларға байланысты қандай сөздер айтар едің? Мұндай жағдайларда мен алдымен сәлемдесу, кешірім сұрау, өтініш, алғыс, қош айтысу сөздерін айтар едім. Мысалы, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, ғафу етіңіз, кешіріңіз, рахмет, өте ризамын, қош болыңыз, кездескенше деп. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе мына сөздерді естеңдер сақтаңдар. Өзіңмен сөйлескен адамды зейін қойып тыңда, сыпайылық сақта, мейірімді бол. Сөйлескенде айтар ойыңды асықпай, даусыңды көтермей, анық әрі түсінікті етіп жеткіз. Сыпайы, әдепті, инабатты болу ережелерін үнемі есіңе сақта. Балалар, бүгін біз қоғам мен адам арасындағы байланыс туралы айтқан болатынбыз. Ендеше сабағымызды аяқтаймыз.